Тағы да бүгінгі күні мысалы ауылдан жастар не үшін кетіп жатыр? Бір, екіншіден ауылдан барып, мысалы қалада жоғарғы не болмаса орта мамандандырылған оқу орындар бітіргеннен кейін біздің ауыл жастары неге ауылға бармайды? Тағы да себеп екі проблема. Біріншіден, бұл табыс деңгейі өте төмен. Екіншіден, тағы да әлеуметтік тұрмыс жағдайы өте төмен. Мен қайта айтып отырмын. Егерде мал дәрігерінің өзі жоғарғы оқу орнын бітіріп отырып, ауылға 90 мың теңге жалақыға барама, одан салығын ұстаса 70 мың теңге қалады. Ал қалада, автотұрақтарда, мына сауда орталықтарында күзетші болып істеп жүрген адамдар 125 мың теңге жалақы алып отырса, оның өзінде бір күн жұмыс істейді, бір күн демалады. Екінші мен айтатын мысал келтіріп, күніне жылы суға жуынып, шайынып үйреніп қалған қаладағы жас бала, ол ауылға барама егерде, ол ауылда тіпті суық, мұздай ауыз су жоқ болса. Осы жағдайды жөндеуіміз керек. Бір жоғарғы лауазымды адамдар айтады. Жоқ, ауылда жаңағы ойын сауық орындарын ашу керек, кафе ашу керек, басқа ашу керек дейді. Мен оған айтам, ең бірінші табысын ілгерілету керек. Ол ойын сауық орталықтарында қай жас, қай адам барады, егерде нанға ақша таба алмай жатса.